Бала 22 жаста, ұрығы жоқ. Спермограмма өте нашар. Мен Ернұр Айнаев, 15 жылдық тәжірибесі бар уролог, андролог, PhD дәрігермін. Парақшамда ерлер денсаулығы жайында тіркеліп кетіңіздер. Егер сіздің балаңыз үйленіп, олар бала көтерте алмай жатқан болса, егер сіздің балаңыз үйленетін жасқа келіп, әлі үйленбей жатқан болса, онда мына видеоны соңына дейін қараңыз. Соңғы кезде азоспермия деген диагнозды өте көп естіп, өте көп көріп жатырмыз. Осыдан 10 жыл бұрын ғана осы азоспермия диагнозымен келетін пациенттер жарты жылда біреу болса, қазір соңғы кезде күнде көріп жатырмыз. Өкінішке орай. Азоспермия деген ол жұмыртқада немесе мынау сыртқа шығып жатқан шәуетте ішінде ұрық болмайды. Еркекте мүшесі тұрады, жыныс қатынасқа түседі, шәуетін шығарады, бірақ сол шәуеттің ішінде ұрық болмайды. Оны біз тек қана микроскоп арқылы ғана көре аламыз. Микроскопсыз ішінде ұрық бар жоғын біз анықтай алмаймыз. Біздің үлкен қателік осыда. Біздің көп жігіттер, менде мүшем тұрып тұр, менде ұрық шығып тұр, менде ешқандай проблема жоқ деген сияқты оймен тексерілмей өз-өздеріне үлкен проблема создавать етіп жатыр. Сол үшін осы қағиданы біздің халық, біздің ел дұрыс түсінсе екен деген мақсатта мен қазір толық айтып кететін боламын. Мысалы, жас отбасы үйленді, отбасыда бала жоқ, бала көтермей жатыр, тұрақты жыныс қатынасқа түсіп отқан кезде бір жылдың ішінде бала көтермейтін болса, оны бесплодный брак дейді. Яғни бедеулік отбасы деп атайды. Бірақ өкінішке орай бізде не істейді? Үйленеді, бір жыл көтермейді, одан кейін бір жылдан кейін әйелі тексеріліп бастайды, одан кейін екінші жыл көтермейді, әйелі әлі тексеріліп жүр, үшінші жыл көтермейді. Осындай оқиғалар өте көп келіп жатыр. 5-ші жылға дейін көтермей, еркек тексерілмей, әйелі уже 10 шақты гинекологта емделіп тастап, келетін отбасыларды көрген кезде ішің ашиды. Сорақысы, еще олар ажырасып кетеді. Сол күйеуі тексерілмей кететіндер де бар. Екінші әйел алып, екіншісінде 1-2 жыл көтермей жатқан кезде бар, ойлана бастайтын жігіттерді талай көріп жатырмыз. Мен бірінші әйелім көтермеді, екінші әйелімді көтермеді, значит, менен бұл мүмкін ба деп еще сомневаться етіп тұратын жігіттеріміз өкінішке орай өте көп. Әйелді тексерту ол инвазивная процедура. Оны қарайды. Әйел анализ тапсыру үшін оның етеккіріне қарайды. Етеккірінің 1-ші күні дейді, етеккірінің 5-ші күні дейді, етеккір біткеннен кейін, етеккір басталғаннан кейін деген сияқты процедуралар өте көп. Бір әйел дұрыс анализ бәрін тапсырып біту үшін 1 айға дейін созылуы мүмкін. Ол сол күйеуінің ақшасы ғой ол. Тапсырып атқан. Мысалы, тексерілгеннен кейін барып, көп жағдайда жаңа күйеуінде азоспермия екенін анықталып жатады. Ұрығы жоқ, мүлдем ұрығы жоқ екенін анықталып жатады. Бір ғана спермограмма тапсырса, барлық әйелі тапсырған анализдің бәрін өзінің қалтасында қалатын еді осы оның ақшасы. Көрдіңіздер ме? Сол үшін негізі бедеулік отбасыда бірінші еркек барып спермограмма тапсырудан бастауға мен кеңес берем. Себебі спермограмма тапсыру ол ешқандай инвазивный процедура емес. Ол баратта спермограмма тапсыра салады, болды, ешкім оны қинамайды. Ешқандай ауыр инвазивті процедуралар жасалмайды. Просто барат спермограмма тапсырады. Ұрық бар ма? Бар. Бар болса качествосын көреміз. Соған байланысты ары қарай еркекті тексеру керек па, тексеру керек жоқ па, белгілі болады. Зато ол әйел тексерілген анализдерден 10-ның 1-і ғана шығуы мүмкін. Сол үшін біздің еркектерге осыны мен жеткізгім келеді. 22 жасар жігіт үйленгеннен кейін 1 жыл тұрғаннан кейін барып, енді екеуі бірге тексеріліп келіп отыр. Әйелі бізде гинекологта, өзі маған келіп тексеріп жатыр. Анализ тапсырды, анализден сразу шықты азоспермия, яғни ұрығы жоқ деген сөз. Азоспермияның 2 түрі бар. Біреуі обструктивті, біреуі необструктивті азоспермия. Обструктивті азоспермия деген ол еркек, жігіт өз-өзіне сау басына сақина тілеп алған жігіттер бұлар. Қалай? Бұл жігіттер кезінде жыныс қатынасқа түседі, инфекция жұқтырады, сол инфекцияны емдемейді. Өкінішке орай қазіргі кезде малға салып жүрген антибиотиктерді өздеріне салып келетін жігіттерді көріп жатырмыз. Қазіргі кезде ол антибиотиктерді тек қана кейбір ауруларда ғана салынатын антибиотиктер. Ол антибиотиктермен біз уже жұмыс жасамаймыз давно. Тем более әр инфекцияның өзінің дәрілері бар.
мен инфекция жұқтырдым екен деп баяғы 45-ші жылғы укол салмаймыз қазір. И сол жігіттер дұрыс емес емделіп, уақытылы емделмей, өз-өздеріне проблема создавать етіп жатыр. Кейбір инфекциялар көбінесе бессимптомно жүреді. Егер сізді жігіттер ештеңе мазаламаса, сіздерде инфекция жоқ деген сөз емес, мүше қап оны 100% сақтамайды инфекциядан. Естеріңізде болсын. Кейбір жігіттер келеді, кездейсоқ қатынастар болды ма десем, болды, бірақ мүше қаппен дейді. Мүше қап 100% сақтайды деп ойлайды, мүше қап 100% сақтай алмайды инфекциядан. И ол инфекция өте аз мөлшерде сізге түседі, сізде инфекция бар екенін де сезбейсіз. И сол инфекция сіздің ұрық шығатын каналдарыңызды бітеп тастайды да, бар ұрығыңыз сыртқа шыға алмайды. Оны обструктивті азоспермия дейді. Яғни ұрық бар, бірақ сыртқа шыға алмайды. И біздің экоцентрларымыз негізі осы обструктивті азоспермияның салдарынан ашылған болатын. Жұмыртқадан ұрығын алып, әйелдің ұрығын алып, екеуін қосып, ұрықтың качествосы жақсы ұрықтар да, өйткені жұмыртқада ұрық көп ол жігіттерде. Просто канал жабық. Сол качественный ұрықтарды алып, оплодотворять етіп, сосын әйелге салып, жақсы бала туылатын экоцентрларымыз негізі сол үшін ашылған болады. И плюс необструктивті азоспермия да қазір көбейіп жатыр. И біздің жаңағы жігітімізде, 22 жасар жігітте, необструктивті азоспермия, яғни ұрығы жоқ жұмыртқада. Жұмыртқасын тексерген кезде, гормондарды алған кезде, гонадотропты гормондар көтеріліп кеткен, яғни бағана алдымыздағы видеоларымызда біз айтқанбыз, гонадотропты гормондар көтеріліп кетсе, нормадан бірнеше есеге, значит ол бастың гормоны көтеріліп кетсе, ол значит біздің жұмыртқамыздың дұрыс жұмыс істемей жатқан белгісі. Ал біздің жұмыртқа ол ұрық шығарады және тестостерон гормонын бөледі. Өкінішке орай осындай анализбен қанша жылдар бойы просто антиоксидант витаминдар ішіп жүрген жігіттеріміз қаншама келіп жатыр. Өкінішке орай. Ол бұл жерде антиоксидантпен емделмейді бұлар. Уақыт терет етпеу керек бұндай жігіттерге. Бұндай жігіттерге тезірек себебін анықтау керек. Көмектесе аламыз ба, соны шешу керек. Көмектесе алсақ, тезірек көмектесу керек. Яғни не істеу керек біз? Именно необструктивті азоспермия болған болса, гипергонадотропный, гонадотропты гормондар көбейіп кеткендегі азоспермия болатын болса, бұл жерде себебін анықтаймыз. Көп жағдайда ол врожденныйлар болуы мүмкін. Кішкентай кезіндегі ауырған жаңағы инфекционный аурулардың салдарынан болуы мүмкін. Кішкентай кезіндегі жұмыртқалардың өсіп келе жатып бір қандай да бір себептермен блокироваться етіліп қалып, клетки Сертоли деген, Сертоли синдром деген бар. Сол Сертоли клеткалары блокироваться етіліп қалған болуы мүмкін. Немесе варикоцелияның салдарынан қазіргі кезде, соңғы кезде өте көп жиі кездесіп жатыр. Варикоцелияның салдарынан жұмыртқаның температурасы көбейіп, жұмыртқаның қызметі төмендеп, ұрығын мүлдем жоқ болып кетуіне алып келіп жатқан болуы мүмкін. Двухсторонний варикоцелия болатын болса. Бұндай жастарымызды ерте жаста көрсетіп, баланың денсаулығы жақсы ма екенін анықтап, егер сол кезде денсаулығымен қандай да бір проблема болса, тезірек көмектесіп, 15 жасында, мен мысалы шетелде оқуда болған кезде, мысалы осындай необструктивті азоспермиямен келіп жатқан жігіттерде, или даже Клайнфельтер синдром деген бар да, генетический ауру. Генетикалық ауру. Бізде Клайнфельтер синдромымен бала кіріп келсе, сразу примерно дене бітіміне қарап, уже біз примерно диагноз қойып жатамыз да, генетический анализ алу керек деп направление жазып жатамыз. Шетелде болған кезде жаңағындай балалар кіріп келеді, тепсе темір үзетін жігіттер денесінен ешқандай анықтай алмаймыз. Себебі кішкентай кезінен бастап 13 жасында, 15 жасында анықтап, дене бітімі уже өсетін кезде еркек гормонын салады да, дене бітімі кәдімгі еркектерше дамып өсіп келе жатқан жігіттерді мен өте көп көрдім. Ал өкінішке орай бізде 13-15 жасында оны анықтап жатқан өте аз. 13-15 жасында келіп жатқан пациенттер де өте аз. Бәрі жақсы, бізде үйленетін кезде тексерілеміз деп ойлап жүрді ғой көбісі. Енді сол жігітте мысалы кезінде варикоцелия болған, двухсторонний варикоцелия еще военкоматта айтқан. Сізде варикоцелия операция жасау керек деп. А оны бізде пысқырмайды ғой, военкоматта не айтты дейсіз? Ұмытып кеткен, өздері де мойындап отыр, айтқан военкоматта операция жасау керек деп. 3-ші стадиялық варикоцелия. Екі жағынан да жұмыртқалары кішірейіп қалған уже. Ұрық шығу вероятность өте төмен. Енді максимально қолдан келгенше біз не істейміз бұл кезде? Операция жасаймыз варикоцелияге, стимуляция жасаймыз, и ұрық шығу вероятность өте төмен екенін ескертеміз. Егер пациенттер ол кезде жарайды біз до конца бәрін тексертіп,
максимально шансымызды қолданамыз десе, онда біз жасаймыз. Жоқ, бізде онда шанс өте төмен болса, мен онда операцияға келіспеймін дейтін болса, онда біз сырттан тестостерон салу керекпіз ондай жігіттерге. Себебі ол жұмыртқа тестостерон гормон беріп жатқан жоқ. Соны ескеру керекпіз біз. Ол тестостерон гормонын салмайтын болсақ, оның денсаулығына ол кері әсерін береді. Себебі тестостерон гормонының біздің ағзадағы рөлі өте жоғары. Ал сол тестостерон гормонды жұмыртқа береді. Ал оның жұмыртқасы өте кішкентай, өспей қалған, дамымай қалған, немесе кішірейіп кеткен варикоцелияның салдарынан. Варикоцелия жұмыртқаны жеп қойды деп мен айтамын. Түсінікті тілмен айтқан кезде варикоцелия жұмыртқаны жеп қойды дейді. А так на самом деле ол жұмыртқаның температурасын көтерді да, 2 градус төмен температурада жұмыртқа жұмыс жасау керек еді. Оның температурасы көтеріліп тұрған үшін ол дұрыс жұмыс жасай алмады ол жұмыртқа. Сол үшін ол кішірейіп кетті. Атрофироваться етіліп қалды ол жұмыртқа. Енді ол жұмыртқа бізге тестостерон бермейді. Сол тестостеронды біз сырттан салып отыру керекпіз. Не үшін? Жыралы гепатоз болмас үшін. Қан тамырларымызды май баспас үшін. Жүрегімізге ол кері әсерін беріп, инфаркт, инсультқа түспес үшін. Настроениеміз жақсы болу үшін. Қатынасқа деген желаниям болу үшін. Қатынасқа түсе алу үшін. Сүйектердегі минеральный плотность кетіп, остеопороз болмас үшін. Ерте қартайып кетпес үшін. Әжімдеріміз түспес үшін. Соны ескеру керек. Өкінішке орай урологтарға барады, урологтар все, ештеңке болмайды, ештеңке жасай алмаймыз дейді, жібере салады. Пациенттер 5 жылдан кейін келген кезде уже мынандай 120-130 килограмм, 100 килограмммен келіп жатады. Диета ұстап жатады, ешқандай диета көмектеспейді. Әрине көмектеспейді. Тестостерон гормоны, майды ыдырататын тестостерон гормоны жоқ уже. Қатынасқа түсе алмайды, отбасымен проблема, ажырасады. Біздің менталитет сондай ғой, бала болмаса, туысқандары неге бала болмайды, неге тумай жатыр, неге көтермей жатыр деп қайтарып алып жатқанын көп көріп жатырмыз да. Ертең бала болмайды, қалай өмір сүресіңдер деген сияқты. Басқа біреуге үйленіп алып, может, сол жақтан бала болатын шығарсын деп, күйеу жақтан обалыңа қалдым ғой деп, ол өз-өзін кінәлап жатады. Бұл жерде негізі түсіну керек, ол сынақ екеуіне берілген сынақ болады. Егер сол сынақты екеуі көтеріп алып кеткен кезде, екеуіне вознаграждение өте үлкен болатын еді. Бірақ соны түсінбейді өкінішке орай бізде. И өз-өздеріне мына дүниеде де, ана дүниеде де проблема жасап жатады. Сол үшін балаларды ерте жаста тексерту керек. Еркектерді тексерту намного оңай, чем әйелдерге қарағанда. Оны біздің әйелдеріміз біледі ғой. Еркектер просто бір анализ тапсыра салады и все. Сол анализдің результаты арқылы біз көп нәрсені біле аламыз. Видео ұнаса, таныстарыңызбен, достарыңызбен бөлісіңіздер. Төмендегі колокольчикті басып қойыңыздар. Келесі жолы қандай тақырыпты қозғағанымыз қаласаңыздар, комментарийға аямай жазыңыздар. Жазған тақырыптарыңызды біз сіздерге айтып беруге тырысатын боламыз.